Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмыртқадан жасалынатын блинның рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен укропты ұсақтап турап аламыз. Одан кейін бір ыдысқа жұмыртқаны жарып, үстіне тұз сұйып, укропты салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Май жағылған алдын ала қызып тұрған табаға екі жағынан пісіріп аламыз. Дәл осылай барлық 3 жұмыртқаны да араластырып табаға пісіріп аламыз. Салмасы үшін ең алдымен сосискиді ұзыншақ етіп турап аламыз. Огурцы мен помидорды да дәл солай жұқалап ұзынша етіп турап аламыз. Сіздер ішіне салмасы үшін кез келген көкөністерді қолдана берсеңіздер болады. Бізде бәрі дайын болды. Енді блинымызды алып, ортасына майонез жағып, видеодағыдай барлық 3 салманы орналастырып шығамыз. Біркелкі етіп ораймыз. Қалған 2 блинді да дәл солай видеодағыдай істеп шығамыз. Одан кейін шеттерін кесіп алып тастап, бірдей бөліктерге бөлеміз.
соңында кетчуппен әрлеп шығамыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі өте дәмді болып шығады.